Сәлем, көңіл күйлеріңіз қалай, қаларыңыз қалай, маған жазылып лайк басып, қолдау көрсеткендеріңіз үшін рахмет. Сіздерге деген алғысым шексіз. Сіздермен бүгін бала тәрбиесі жайлы жалпы бір екі лайфхакпен бөліскім келіп отыр. Адамзаттың жалпы бүкіл тағдырын қарастыратын болса, 6-ға дейін, 6-дан кейін деп бөлуге болады деп қазір ғалымдар дәлелдеп жатыр. Бұның себебі 6 жасқа дейін бала барлық өмірінде керекті жалпы инструмент ретінде өзін өзі бағалау, өз-өзін құрметтеу, кез келген істе сынып кетпеу, сынақтан құламау деген сияқтылардың барлығын үйренеді екен. Сондықтан ата-ана өте 6 жасқа дейін балаға керекпіз, қажетпіз, олар қатты қажет етеді. Және ата-анасынан олар тыңдағанын емес, көргенін алады, көргенін үйренеді екен. Сондықтан 6 жасқа дейін балаларыңызға өте қатты көңіл бөліңіздер, бірге ойнаңыздар, сұраңыздар, ақылдасыңыздар. Олар бала екен деп қарамай қалмаңыздар. Қазіргі қоғам, қазіргі экономика, қазіргі кез келген нәрсе қарыштап дамып жатыр дейміз ғой. Дамып жатқанмен қатар сіз балаңызға да өте мықты, сауатты тәрбие беру үшін ата-ана да қазір өте мықты, сауатты болуымыз керек. Болашақта мықты тұлға көргіңіз келсе, қазірден балаңызға мықты фундамент қалыптастырыңыз. Сәттілік.